Хақиба что-то есіме түспей тұр. Хақиба сумка деген сөз. Аха. Енді бұл сумка деп айтшы. Аслан. Хаза хақиба. Хаза хақиба болмайды. Неге? Хаза ол тек қана ертегіндегі нәрселерге қолданамыз. Хазихи хақиба. Хақиба, молодец, ахсан комментар. Хазихи хақиба. Енді сұрақ сөйлемге айналдыршы осыны. Бұл сумка ма? Хазихи хақиба. Қайта тағы да бір рет. Хазихи Кіріп келе жатсыз, молодец, тамаша. Ахазихи хақиба. Кішкене тонды соған сенімді айтты. Ахазихи хақиба. Бұл сумка ма? Немесе амемче тоже окончание. Ау? Окончание амемче тоже я? Я. Себебі соңында тамарбута хақибату деп оқымаймыз, тамарбута оқылмайды. Деген дұрыс береді. Хақиба. Выдох дейді ғой, сондай дем. Тағы да қай сұраулы сөйлемге айналдыруға болады, яғни алиф пен дегенмен тағы да Сон қал берем. Хәл. Ұмытпа, себебі бұл өте жиі қолданады. Хәл. Жақсы? Хәл. Хәл хәзихи хақиба деп айтасың. Жарайсың, молодец. Енді бұл көлік. Деш, бұл көлік пе? Деп сұраулы сөйлемге айналдыруға. هذه السيارة. سيارة. Молодец. Жарайсың. Саяро машина. Жабық деген қандай мағынаны береді? Мына жерде жабық. Мына сөздердің қайсысы жабық? Расулун, түсінікті елші деген мағына. Кәбаны білесіз? Муғлақ, кажется. Молодец. هناك. ما معنى هناك؟ هناك. Ар жақта емес па? Ар жақта. Ана жақта. Ар жақта. Ар жақта деген мағына. Тағы да бір өткен сұрақтар қайталау жасасақ, біз өткенде біреудің бір нәрсесі, яғни оны араб тілінде мудаф илейх деп атайды. Қалай? Мудаф илейх. Өтемде жазылып тұр ғой. Яғни біреудің мысалы Ва алейкум ассалам, Ибрахим. Кейфа халик? Алхамдулилlah. Кейфа сихатук? Денсаулықтарың қалай? Сиха. Абдрахман қалай болды? Өткенде ауырып қалып еді ғой. Міне, отырмын әже сабақта. Жақсысың ба, Абдрахман? Кейфа сихатук? Жейд? Жақсы. Яғни өткен бойынша, мысалы, мұғалімнің көлігі дейтін болсақ, сол ның дегенге иді түсіреміз, егер ол алифляммен келсе, тек қана кәсіра болады. Ал егер алифлямсыз тұрса, онда мысалы үшін алифлямсыз болса, имем кетеді. Сайяратул мударриси, мұғалімнің көлігі. Енді айтшы, хал деген дядя, ағам деп аударылады, халун. Енді халун, дядя, аға. Өткен жаңа сөздерді жатамадыңыздар ма? Жаңа сөздерді беріліп еді ғой үйге. Шәрик, көше. Олар тоже кімдер сияқты бөлінеді ғой, әке жақтан не ана жақтан деп. Мысалы, аммун әке жақтан болса, халун ва халя ана жақтан болған әпке мен ағаны айтады. Яғни айырмашылығы әпке дейтін болса халя, тамарбутаны қоясыздар, егер дядя ертегі болса, онда халун. Дәл сол сияқты әке жағыңыздың әпкесін амма деп айтасыңдар да, әке жақтардағы ағаны, әкенің ағасын, інісін аммун деп айтасыңдар. Түсінікті ғой?
ендеше онысы өткен сұрақтарға бір рет қайталап жіберсек, менің ағамның баласы деп айтыңыздаршы. Баласы деген бала ибн, да? Енді ағамның баласы. ибну аму. Амми деп айтуыңа да болады. Ибнул хали. ибнул хали. Хали, амми сөзі жаңағы дядямның болса, онда яғни касрамен аяқталады. Тағы да бір сұрақ. Дәрігердің еге дәрігер қандай еді? Табиб. Тобиб, дұрыс. Дәрігердің несі болсын? Дәрігердің қаламы деп айтасыз. Қаламул табиби. Молодец, только қаламут тобиби. Шамсия. Қаламул табиби болмайды ғой. Аслан? Кім? Аслан, жарайсың. Ибрахим, сұрақ. Кімнің кітабы дейік? Студенттің кітабы деп айтшы. Белгілі кітабы. Белгілі болса, алиф-лямды қоямыз, белгісізге тануын. Белгілі бір студенттің кітабы. Китабу толиби. Молодец. Китабу толиби. Жарайсың. Енді Абдурахман, сұрақ саған. Не деп айтайық? Сатушы деген қалай еді? Сатушының үйі дейші, Абдурахман. Сатушының үйі? Байтун таджири. Молодец. Байту таджири. Байтун емес, байту. Байту таджири. Таджири деп имен аяқталады. Таджири. Сайярату ман хазихи. Бұның мынау көлік тікі деген мағынаны береді. Яғни, мына жердегі көлік әйел тегінде болғандықтан, кімдікі бол деген жерде де хазихиді қолданды, Енді дәл осылай, дәл осы форманы бір-екі рет қайталаңыздар, тағы да сайярату ман хазихи. Қайталаймыз. Аслан, енді айтыңызшы, мынау бұл кітап кімдікі деп? Китабу мин хаза. Молодец, Ахсанта, мумтаз. Китабу ман хаза. Неге? Себебі китаб мужской род хаза. Дұрыс. Тағы да бір-екі сұрақтар. Аслан сұрадық. Ибрахим, бұл кімнің қаламы деп қалай айтасыз? Бұл кімнің қаламы? Ибрахим, кімнің дегенде мына жерде мәнді қолданып жатырмыз. Біз мынаны практика жасап жатырмыз. Кім айтады? Бұл кімнің қаламы деп. Бұл қалам кімдікі деп. Кім айтады? Так, сіздің вариантыңыз осылай. Ибрахим, Абдурахман, сіз не дейсіз? Молодец. Қаламу мән хаза. Яғни мынаны жақсылап қараңыз, Ибрахим, сіздің қатеңіз. И дәл осы формаға салып кетесіз. Негізі қайтында үйренсеңіздер де сол фразаларды жаттаңыздар. Сосын сол жерде орындарын ауыстырып кете бересіздер. Түсінікті? Яғни бұл кімнің дейтін болсақ, осы екі түрлі жағдайда айта аламыз. Сайярату ман хазихи немесе китабу ман хаза деген сияқты, немесе тағы да нағыз бұл кімнің деген аударманы лиман деген аударманы береді. Лиман. Жазып қойыңыздар. Лиман, кімнің. Яғни, бұл осылай да айтуға болады, бұл кімнің көлігі деген сайярату ман хазихи деп те айтуға болады, немесе лиман хазихи сайяра. Айталаймыз. Лиман
Хазихи сайяра. هذه سيارة. Ибрахим, қайталай ғой. Лиман хазихи сайяра. لمن هذه السيارة؟ Дәл осы формада Аслан айтшы, бұл кімнің кітабы? Лиман لمن китаб. لمن هذا الكتاب Молодец. لمن деген женский мужской родта қолдана бере ме? Лиман деген әйелтегіне де, ертегіне де айтала береді. Тек қана өзгеріп тұрады хазихи немесе хаза. Егер кейінгі келесі сөзіңіз көрсетіп сұрап тұрған сөзіңіз әйелтегіндегі сөз болса, онда хазихи, мысалы үшін, кімнің бұл машинасы? Лиман хазихи сайяра. Ал китап, қалам ол ертегіндегі ғой. Сондықтан сіз сұрайсыз, бұл кімнің қаламы десеңіз, лиман хазал қалам. Яғни алиф-ламды бұл жерде міндетті түрде қолданасыз. Неге? Себебі сіз нақты бір қаламды сұрап тұрсыз. Сондықтан лиман хазал қалам, хазал қалам деп верніңіз. Лиман хазал китаб. Бұл кімнің кітабы? Түсінікті? Тим. Ау, Бұрынғы шығып шығып келіңіз. Абдрахман түсінікті ма? Ау? Түсінікті болып жатыр ма, Абдрахман? Иә. Абдрахман түсінікті болса айтшы. Бұл кімнің? Нені өттік біз? Рубашка, жейде деген өттік, е? Бұл кімнің рубашкасы деп айтыңызшы. Рубашка деген қалай еді? Кімнің есінде? Комис. Комисун. Дұрыс па? Мен айтшы енді. Бұл кімнің рубашкасы, жейдесі? Комис мен хаза. Жоқ, егер сіз лиманды қолданатын болсаңыз, бірінші орынға лиманды қойыңыз. Ал егер لمن هذا قميص молодец, красавчик. Лиман хазал комисун деп айтасыз. Ал жаңағындай لمن айтатын болсаңыз, определенный бір затқа, иә, уже лиманның чисто аудармасы кімнің деген мағынаны береді. Егер сөзбе-сөз бұны талқылайтын болсақ, Аслан, ли деген үшін деген мағынаны береді. Ли. Аудармасы таза үшін деген мағынаны береді. Мән деген кім деген аударманы береді. Сонымен екеуінің қосындысы кім үшін деген мағынаны береді. Жеке-жеке аударатын болса. Ал енді бұл лиман деген, яғни кімге қатысты, кімнің деген мағына ғой. Түсінікті? Лиман хазал комисун. Немесе тағы да екінші вариантты қалай айтты сұрауға болады тағы да? Комису. Комису. Мән хаза. Қайталаймыз, Аслан. Комису. Мән хаза. Екі вариантын да біліңіздер, өйткені былай келгенде де түсініп тұруларыңыз үшін. Түсінікті? Жылжимыз ба? Ары қарай кеттік.